Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арныма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кесе жасаймыз. Бұл видеоны көрмес бұрын лайк басып арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әр басқан лайктарыңыз мені шабыттандырады. Ендеше кеттік. Оған қажет заттар: тауық, тұз, аджика, кориандр, паприка және бетінің қытырлағын жасау үшін 2 жұмыртқа, ұн және кукурузный хлопья қантсыз. Достар, енді біз тауық қанаттарын дайындап аламыз. Бірінші біз мынандай артық жақтарын кесіп тастаймыз. Енді мынаны ортасынан бөлеміз. Мінекей осылай барлық тауықты істеп аламыз. Достар, енді біз дәмдеушілерді саламыз. Бірінші тұзды. Сіздер өз қалауларыңызға қарай кез келген дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Енді кориандр. Енді аджика. Сіздер аштың жақсы көрсеңіздер, аджиканы көбірек салуға болады. Енді бәрін араластырамыз. Достар, енді біз хлопьяларымызды үгітіп аламыз. Біздің хлопьяларымыз міндетті түрде қантсыз болу керек. Енді езіп аламыз. Қатты майдалып кеткенін қадағалау керек. Достар, біздің 20 минутымыз өтті. Енді біз қанатшаларымызды дайындап алайық. Бірінші қанатшаларымызды оңға, екінші жұмыртқаға, үшінші хлопьяға батырамыз. Біз жартысын пешке, жартысын майға пісіреміз. Дәл осылай барлық қанатшаларды жасап шығамыз. Енді біз мына қанатшаларымызды пешке саламыз. Енді қалған жартысын майға пісіріп аламыз. Достар, біз тауығымыздың тең жартысын майға пісіреміз. Біздің майымыз орташа отта тұру керек. Себебі қатты отта болып кетсе, тауығымыз піспей қалады, ал ақырын отта болып қалатын болса, ол майлы болып кетеді. Мінекей, біздікі пісіп қалды. Егер де сіздерге ұнап жатса, лайк басып кетіңіздер. Мінекей достар, біздің кепсеміз дайын. Мынау майға піскен, мынау пешке піскен. Мінекей достар, біздің кепсеміз дайын. Видео жасаған қандай рахат, көп қылып жасайсың. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазыңыздар. Және де осы кепсе туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Астан болсын.